Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қолдан жасалған ірімшіктің, яғни сырдың рецебімен бөлісемін. Құрамы табиғи таза әрі дәрумендерге бай, әсіресе кальцийге бай ірімшіктің бірі. Достар, үй жағдайында осындай сыр жасаған келсе, каналға тіркелуді ұмытпа. Ең алдымен 1 литр сүтті қайнатып, қайнай бастаған кезде үстіне 500 грамм творогты, яғни ірімшікті саламыз. 2-3 минуттай қайнатқаннан кейін осылайша сары суы бөлініп шыға бастайды. Осылайша ірімшікті сүзгімен сүзіп, бөліп аламыз. Сүзілген ірімшікті бөлек ыдысқа салып, оның үстіне жарты шай қасық ас содасын және жарты шай қасық тұз салып, оның үстіне 1 жұмыртқа мен сары май саламыз. Осылайша вилканың көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Блендер болса, блендердің көмегімен езіп алуға болады. Енді осы ірімшікті баяу отта ерігенше араластырамыз. Енді оны оттан алып, арнайы ыдысқа салып, қасықтың көмегімен осылайша нығыздап қоямыз. Бетін жауып тоңазытқышта суығанша 4-5 сағатқа қойып аламыз. Дәмі ерекше жұмсақ әрі дәмді пайдалы ірімшігіміз дайын. Толық рецебі описание бөлімінде. Достар, рецебі ұнаса каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпа.